Антикоррупциялық қызмет жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау нәтижелері бойынша Алматы қаласының жер қатынастары саласындағы жүйелі жемқорлық фактілері бойынша қылмыстық істерді тіркеп тергеуде. Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының басшысы жер учаскелерін беру және объектілердің құрылысын келісу кезінде лауазымдық өкілеттерін асыра пайдаланды деп күдіктелуде. Мәселен, ол жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелерінде нысаналы мақсатына қарамастан және құрылыстың тығыздығын ескермей отырып, жекелеген құрылыс компанияларының мүддесі үшін 2020-23 жылдары 3 көп пәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысын заңсыз келіскен. Нәтижесінде мемлекетке 307 миллион теңгеден астам сомаға жер учаскелерін төленбеген кадастрлық құн түрінде залал келтірілді. Бұдан басқа 2020 жылы инвестициялық жобаларды іске асыру түрімен медициналық орталық пен халыққа қызмет көрсету орталықтарын құрылысын заңсыз келісе отырып, мүдделі тұлғалардың жеке меншігіне жер учаскелерін төмен құны бойынша одан әрі негізсіз беруге ықпал еткен. Шығын 180 миллион теңгені құрады. Соттың санкциясымен күдікті қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеп тексеру жалғасуда, басқа да лауазымды адамдардың қатыстығы тексерілуде. Қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Конституцияның 77 бабы және қылмыстық процестік кодексінің 19 бабына сәйкес адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкіммен танылмағанша кінәсіз деп есептеледі.